Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Түркия мемлекетіндегі жер сілкінісінен зардап шеккен аймақтарға отандастарымызды қолдан келгенше көмек көрсетуде. Соның бірі Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің оқытушылары құрамы. Бауырлас Түркия еліндегі қайғылы жағдай ел азаматтарында бейжай қалдырмады. Түркістандағы бір топ ұстаздар қауымы тосыннан болған табиғи апатта зардап шеккен жұртқа қайғыра көңіл айтуда. Енді жексенбіден дүйсенбіге қараған күні таңертең өте қайғылы хабарды естідік барлығымызда. Өзіміздің бауырласымыз Түркия мемлекетінде өте 7-9 енді шамамен 8 балдық жүйеде жер сілкінісі болып, бір емес 6 қаладан жер сілкінісі болып, үлкен мыңға жоқ адамның көз жұмғандығын естіп қатты қайғырдық. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудан бөлек өзге де азаматтар мейлінше жәрдем беруге асығуда. Мәселен, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің профессорлық оқытушылық құрамы бір күндік жалақыларын арнайы қорға аударып, қиын қыстау кезеңде барынша қол ұшын созуда. Әрине қиын жағдай, үлкен бір көмекті қажет ететінін біз жақсы біліп отырмыз. Біз өз тарапымыздан да болған мынау халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ұжымы өз тарапымыздан да қолымыздан келген көмекті жылы сөзімізді айтып, қайғыларына ортақ болып, бізден жұмыс істейтін әріптестерімізге айтып жатырмыз әрине. Сонымен қатар біз барлық ұжым мүшелері бір кісідей осыны қабыл алып, бір күндік жалақымызды осы Түркия еліндегі бауырлас елімізге аударуды жөн санадық. Қазақ-Түрік университетінен бөлек өзге де мекеме ұжымдары бір күндік еңбек ақыларын көмекке жұмсауда. Сондай-ақ қиын қыстау кезеңде бауырлас елге көмек беру үшін елімізден құтқарушылар мен дәрігерлер Түркияға аттанды. Бағдәулет Анарбай, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24.